Қадірлі көрермен, Алматы қаласында бала дауысы ұлттық балалар ән байқауының екінші маусымы өткенін білетін боларсыздар. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қоры мен мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен өтетін бұл бірегей жобаны Әлия Назарбаеваның жандану әлемі қоры ұйымдастырған болатын. Міне осы жобаның жеңімпазы Қалбибі өнер студиясында тәрбиеленуде. Осы дүбірлі байқауға тек әрине біздің Алматы және республикамыздың түкпір-түкпірінен ғана емес, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінен де кішкентай дарындар қатысқан болатын. Әлбетте, Әділғазылар алқасын айрықша даусымен тәнті еткен талай таланттың бар екені рас, бірақ қаншама таланттың ішінен жарып шығып, Қалбибі өнер студиясының өнерпазы, болашағынан мол үміт күттірген әнші ұлдарыңыз Нұрлыбек Сапарбай жүздің ішінен жүйрік атанып, жеңімпаз атанған еді. Сол бала дауысы болған кезде барлығымыз көгілдір экранға телміріп, Нұрлыбекке жанкүйер болып дауыс берген едік. Әрине, Нұрлыбек Қазақстан ұлттық телеарнасына қарасты Балапан телеарнасының тележүргізушісі. Осы байқауда жеңіске жеткен кезде бізге Таңшолпан бағдарламасына келіп те өзінің сұхбатын берген болатын. Қазір енді Нұрлыбекті сахна төріне шақырайық. Әрине, Қарағымай деген әнмен Нұрлыбек Сапарбай алдарыңызда. Қошеметтеріңіз. Бәрекелді. Тамаша.
Нұрлыбек Сапарбай бала дауысы жобасының жеңімпазы, қошеметтеріңіз. Әлі талай жеңімпаздар осы өнер студиясынан шығатынына сеніміміз зор.